Жеңше қалайсыз? Танымадыңыз ау деймін. Али қайныңыздың досым ғой. Ай, е? Жеңше, Алидің орнына Вайнға мен түсейші. Мен де күлдіре алам. Оның үстіне красавчикпін ғой мен. Қой? Жолын жасайым. Жолын жасағанда. Қанша ғой? Жеңше, ағып отыз қызықсыз, сізше уақыт болып қалды ғой, Вайн түсір, Вайн самаймыз ә? Ай, қош, бүгін түсірмей қош, басым ауырып, мазам болмай отыр. Не? Не мынау? Не мынау? Мынау кім? Ойбай, мынау кім? Сіз ғой? Қой, мен емес, ана монтаж ба бірдеңе? Сатқын екенсіз. Досым да сіз де сатып кетіпсіз ғой. Сөзім жоқ Жеңше сізге. Али! Оңбаған мерей десей, өз парақшама салам деп мен белгілегеніз. Жеңше, ана қалман, Жеңше! Қалман, жамыш қалман. Ненің? Қалманың аузын жамыш. Ой, Құдай қамыр деп естілік, жөн деп айтсайшы қалманың деп. Жеңше, не маған Қоран аузын, Жеңше. Жеңше, Қораның аузын дейді, Қоран аузын жамыш. Қоран деп жөн деп айтшы. Қоран сон өмірінде жабылмайды да сол. Жеңше, қошана жапты, Жеңше. Жаптым. Сенің аузыңнан басқа жерің бәрін жап. Жап шолдың, кіш бәрі. Аузың жап, шықпа башы. Жеңше. Жап аузыңда. Орым чаудың, анан жаптыңыз ба, нан жаптыңыз. Аузыңды жап сен бірінші. Әпке, сіз мотиватор дегенді білесіз ба? Білмеймін. Мотиватор дегенді білмейсіз ба не? Білмеймін дейм. Шынымен білмейсіз ба не мотиватор дегенді? Білмеймін, не бопты? Психолог деген ше? Қошы, білмеймін. Психологты білмейсіз ба не сіз? Осынша жасқа кеп? Ал саяхаттану деген ше? Жоқ. Саяхаттануды білмейсіз ба не? Маңырай бермей, айт шал өзің білсең, не ол, кім? Білмеймін, парақшадан көріп отырмын қазір. Қайсы? Мынау. Мынау кім ғой? Мынау кім емес па? Танисыз не? Танымайым, қалай екен? Дей берген. Кетші бар. Қанас, таныс қоймадық па? Номер алмасы, өмірі жалғастырып, ареттің береттің қарынас. Судьба деген бар ғой, судьба деген. Қию, не нау? Не масқаран отырсың? Айдалада біреуді қызына ысқырып тұрған есе? Әзілдеп отырық қой, не отырсың? Не әзіл? Әйелің бала шағаң бар адамсың ғой. Әзілде, бұл шын деп қабылдап қалса не істейсің? Ал саған қарады, сен оған қарадың, ғашық болып қаласың ал. Сөйтесіңдер, екеуің жүріп кетесіңдер. Семьяң бұзылады. Келін кетеді төркінге. Құдалар келіп бүкіл көрпе төсегін бәрін алып кетеді. Ой, бұл артынан келген төсектері қандай әдемі. Спальный гарнитурды айтсақ қымбат қалды ғой. Одан бір күні бала қалады жылап, содан кейін жүресіңдер екеуің соттасып. Қойыңызшы, сот болыпты, бір сықыраңа осыншама проблема болып кетпейтін шығар? Болады. Бәленің бәрі кішкентай нәрседен басталады. Ой, сіз әсіре сілтей бересің. Сілтеп атқан ешкім жоқ. Мен шынымды айтып жатырмын. Али, Жеңшеден ақша сұрап қалған қырып келеміз бе? Ойбай, Жеңшең ақша бермейді, ол ақша қатты ғой. Үйге қолып атқанға рахмет айтсай. Менде бір идея бар. Қандай? Отсыңдар, Али. Өзім айтам. Жеңше, папасы ауырып жатыр екен, қатты ауырып жатыр екен, соған ақша керек болып тұр екен. Уайымдама. Жеңшем береді. Жеңше, анасы ғой сізде, беріңізші. Жаным ашып кетті мына балаға мен. Бұл түсіндім. Жеңше, автобус кешігеміз дейді, аудара беріңіз, мен шығарып сала береймін. Не болды, көрші түсті ма? Қоше, қанша түсті? 20 мың. Болды, кетіп жүр. Қайсы әпке, туғаныңыз құтты болсын, жаңа жасың. Бір әпке айтыңызшы бүгін туғаныңыз ғой, бір арманыңызды айтыңызшы, бірісін орында жіберейін мен бүгін ше. Ой, рахмет, ниетіңе рахмет, бірақ мен вообще арманым жоқ. Қойыңыз? Мен армансыз адам, арманым жоқ вообще. Шынымен ба? Иә, енді бір ойым бар, енді вообще арманым жоқ, бір ойым бірақ. Бір 2 этажды үйім болса деймін да, бір 500 квадрат метр үйім болса деймін. Ол үй ғой шейін, дүние ғой, арман емес қой. Вот сол үйді алсам, соның ішіне бір бытовой техника, морозильный, холодильник бірдеңкесі бар ғой, енді ол бытовой техника, арман емес, дұрыс па? Шатастырма, ол бытовой техника. Сосын енді соның бәрі түгел болса, ағайын туысқа барып келетін бір бас-басымызға кішкентай ғана бір, көп емес, кішкентай бір джип болса деймін, 3 джип болса үйде. Болды ғой. Действительно арманыңыз жоқ екен. Иә? Бірінші рет көріп жатырмын мен бұндай адамды. Арманым жоқ мен, Құдайға шүкір. Алло, тамада ма? Алло, я, тамада? Той ма? Я, той. Неше адам? 50 адам. Той тауда болады. Уайымдама. Сет жоқ.
Aha. Келістік. Yes! Той. Бағасын келіспепті ғой мен. Скрытмен звондаған нес? Жеңше, не деп әкелдіңіз балабақшаға? Мұна аралап шықты ғой балабақша ғынау. Айналайын-ау, сен мұна балабақшада кімнің бала-шағасы келеді білесің ба? Ой, кім бала-шағасы келсін, оның бала-шағасы келсін, қызық емес маған, дәп. Ят емес пе маған балабақша? Қалай қызық емес? Жанболат пен Жазираның қызы осы жерге келеді. Не деген танымал адамдардың бәрінің бала-шағасы осы жерде? Қызық емес. Енді мен танымалдардың бала-шағасы келді дегенде, бала-шағалардың арасында жүрмейді бүйтіп ойнап. Жоқ, сен кім ойнатайын деп жатыр? Бір сен садикке берейін деп жатыр ма? Енді? Охрана болып істейсің, охрана, ішкі жау, сыртқы жау дегенмен күресесің. Болды. Сосын ең бастысы сенде, ең бастысы. Ана Жазира мен Жанболат келеді ғой енді танымалдар ше, солармен суретке түсіп ал. Қатты араласатын адам болса күліп бүйтіп деп түсіп ал, түсіндің ба? Ертең ауылдағыларға көрсетеміз, мақтанамыз, Жазира мен Жанболатпен араласамыз деп, түсіндің ба? Алматыда бос жүрген жоқ деп айтасыз ғой? Иә, түсіндің ба? Олар кім біліп отыр сен бұл садикте охрана болып істейтініңді? Жеңше, келді Жанболат пен Жазира. Түсіп ал. Жөндеп тастай. Ойбой, мына статусты қара Али. Аңғара. Текті жерсең келін алсаң дейді, ұрпағың көгерер, тексіз жерден келін алсаң деп фингалдың суретін қойып. Келінмен ұрыспағың ғой? Иә. Наңғаран сен, нағыз бит қойыпты. Менің ешкімде шаруам жоқ, сендерде менде шаруаларың болмасын деп жазып қойыпты. Ойбой. Ұрысып қалған ғой. Біреу бірдеңе деген соған арнайы жазған ғой. Мынаны қара сен. Мынау мен подружкам. Сенсіз де күніміз жарық, балапандарым аман болсын деп күшті смайлик қойып қойды. Күйеумен ұрысып қалған ғой. Көрсін деп отыр. Қазір статусқа қарап кімнің қалай өмір сүріп жатқанын білетін болды ғой. Айтпақшы, андай қарыз туралы бір статус бар ма? Көрген кезде ұялып кетіп қарызын әкеліп береді. Жүрегіне тиетіндей. Иә, жүрегіне. Бар ғой менде. Қандай бар? Асия, өткенде сендер ауырған кезде қайтып емделдіңдер? Жас. Нені? Жасай дәріні. Арпифлю дейді. Самбавин дейсің ба? Иммунитет көтеретін. Болды, рахмет, жақсы, да. Не істеп жатсыз? Болат, қалайсыңдар? Өткенде сендер жөтел, қатты не ауырып дедіңдер, температура немен емдесіңдер? Аспирин, аскорбин, глюкоза, болды. Рахмет, Той, не істеп жатсыз? Әркімнің дәрілердің атын ағып жаздырып жатсыз ма? Әркімнің организмі әртүрлі ғой, анаған жаққан нәрсе сізге жақпайды, сізге жаққан нәрсе анаға кісіге жақпайды ғой. Дұрыс айтасың, организм. Өткенде анау кастотыш қайттан жүреді. Назира сендер... Организмге прямой звондап жатыр, не істеп? Вообще дауа жол екен ғой. Организмдерін тазаладыңдар өткенде сендер антибиотик. Жаса, қайда кетіп баратсың? Шапалақты ұрып қаспенен атқандай болдың менің